Сәлем достар, бүгінгі видео қыз келіншектерге, айыл адамдарға арналған видео. Бұл видеода облепиха майымен және бинт пен мақтаның көмегімен жатыр мойын эрозиясын емдейтін боламыз. Видеоны бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды, өз проблемаларыңызды жазып, қандай видео шығарайын сол туралы айтып кетсең. Ол үшін біз мақта аламыз, бинт аламыз және облепиха майын аламыз. Облепиха майы аптекада сатылады. Мен 220 теңгеге алдым. Осылай мақтаны мен біреуін жасап қойдым. Бірінші бинтті кесіп аламыз. Яғни осылай шығарып кесіп аламыз. Ішіне мақта аламыз. Мақтаны саламыз. Салып, бетіп ораймыз. Дөңгелекте орап қойып, бір жақ несін жерін байлап, бір жақ ұзына бойы бір жағын шығарып қоясыз. Яғни тампонымыз секілді мынаны шығарып қоясыз. Яғни мына жағы қынаптың ішіне кетеді, мына жағы шығып тұрады. Облепихаға малып аласыз. Осыны ішкі жағына салып қоясыз да, ұзын жағын сыртына шығарып қоясыз. Осылай түңгілік саласыз. Облепиха майы ол эрозия, жатыр мойнындағы эрозияны емдейді. Бұл екінші әдіс, осы эрозияға емдеудің екінші әдісі. Екінші әдіс болғанда осы әдіс тек тампонды өзгертесіз. Яғни кәдімгі арнайы магазиннен, тампонды магазиннен аласыз, облепиха аласыз. Әрине аптекадан содан кейін арнайы тампонды алып көресіз. Тампонның өзінің арнайы жібі болады. Осы тампонмен көресіз. Қайсысы ыңғайлы өзіңізге екі әдісін, немесе мақта или бинт или тампон өзіңіз көресіз. Қайсысы ыңғайлы. Бұны да, тампонды да облепихаға малып аласыз. Содан кейін осылай кешке жатар алдында салып қоясыз. Бір апта үзбей жасап көріңіз. Қазақтың қыздары, әйелдері, ауырмаңыздар, сау болыңыздар. Әрқашан күліп, жайнап жүре беріңіз.